бөлек болады негіздер деген. Жалпы енді мен бала кезде қазақ күресінен бастағанмын. Негізі кішкентай кезде біздің Темірланда ауылда дзюдо деген күрес болмаған. Жақын қашықта күрескенді жақсы көреміз. 15 жыл, 20 жыл сол спортта жүрсек те жарысқа барған кезде барлық адамда қобалжу болады. Не істедің сен мысалға? Жаттығу істедің, 3 мезгіл тренировка істедің, қадырмадың, жаңа салмақ қудың деген сияқты спорттың нүктесін қойып кету керек та. Ұстайын деген ала бер. Жүргізіп жібересің, көрдің бе? Жүргізіп жібересің, мынаны көтере бастайды. Осы моментте жаңағы жүргізіп кеткен кезде спин кіріп үлгересің, мысалы көп қой, осы үстіне өтіп үлгересің деген сияқты. Ассалаумағалейкум. Айбар әнім, жақсымын өзіңде? Жақсы. Мен Нұралы Айбарс, жасым 16-та. 2024 жылы Литиази деген жарыста 3-ші орын алдым. Молодец, құттықтаймын. Сіз дзюдоға неше жастан бастап және қандай мақсатта қатысып бастадыңыз? Енді мен Ордабасы ауданы Темірлан деген ауылда күреске қатысып бастадым. Былай айтқан кезде 5-ші класстан бастап қатыстым күреске. Ауылда жүрген кезде апаларымызбен, әке-шешемізбен, отбасымызбен жаңа олимпиада ойындары өтеді ғой жаңағы. Күрестен, бокстан. Сол кезде жаңағы апаларымыз сондай спортшыларға жаңағы дұға тілеп, осы балам жеңсін деп бәрімізді сол жерде айтыр, амин деп отыратынбыз. Сол кезде бір ой болатын, мен де Құдай қаласа осы кісілер сияқты олимпиадада елім көк туын желбіретсем деген арман болатын. Сол арман мақсат жолында сөйтіп армандап күреске қатыстық. Қазіргі таңда осындай олимпиада ойындарын қола жүлде алып отырмын. Иә. Дзюдодағы кумиріңіз айтып жібересіз? Мен енді дзюдодағы кумирім, біз алғаш дзюдо жарысқа шығып жүрген кезде, ол кезде бұндай соткалар жоқ қой, енді жаңағы черно-белыйдан енді ауысып, сол кезде бір видеолар жүретін дзюдодан. Намура, Тадахиро Намура деген білесің ғой, әлемнің олимпиаданың 3 түрінің жеңімпазы. Сол Намураға қатты еліктейтін болатын. Сол сияқты чемпион болсам, сол сияқты күресемін деген. Сіз Париж олимпиадасында жүлделі болып Қазақстанға қайтқанда қандай қуаныш? Енді Парижде жүрген кезде 3-ші орын алдық. Қуандық қой, ол жерде де қуандық. Бәрі тамаша болды. Бірақ 3-ші орын алған қатты білінмеді. Ол кезде енді спорт өңшең олимпиада жарысы өтіп жатыр, бәрі орнап жатыр. Спортшылардың арасындамыз, аса қатты білінген жоқ. Сол кезде елге қайтып келген кезде, Алматыдан аэропорттан түскен кезде халық бізді құрметтеп, қошеметтеген кезде өте қатты қуаныш сезімде болдым. Сіздің ең сүйікті приемыңызды қандай дейсің ба? Жалпы енді мен бала кезде қазақ күресінен бастағанмын. Негізі кішкентай кезде біздің Темірланда ауылда дзюдо деген күрес болмаған. Жалпы қазақша күреске де қатысасың, самбода қатысып кетесің, дзюдода қатысып кетесің. Содан біздің алғашқы жаңағы бізге әдіс үйреткен тренер фундаментті жаңағы қазақ күресімен байланыс етіп қойылғанда. Сол себепті мен корпуста дейді ғой, жақын қашықта күрескенді жақсы көреміз. Жаңа корпустан келген кезде грудь лақтыру, болмаса көтеріп тізеге отырғызып моңғолский подхват деп айтады, сол приемды жақсы көремін. Литиазида мен де сол зашак дейтін приеммен. Иә, осы корпуста деген жақын қашықтықта ғой, сол енді бір сөзбен айтқан кезде сол. Мен де кеше олимпиада ойындарында көрдім, зашак істеп, сол зашак әдісі 3-ші орынға, жалпы 3-ші орын алуыма себепкер болды. Болашаққа не план? Енді болашақта олимпиада ойындарынан кейін 6 ай мүлдем спорттан кетіп, еш нәрсе істемей, спортты ұмытып, осы қаңтар айының 9-нан бастап Астанада Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек спорт сарайында ұлттық құрамаға келіп, өзімнің жаттығуын бастадым. 6 ай демалдық, қалырдық, жүрдік, халықтың қошеметіне бөлендік, бәрі тамаша. Енді өзімнің арманым, мақсатым енді осы олимпиада ойындарында қола медальді ала қаласа, сол Лос-Анджелесте алтын айналдырсам деген мақсат бар, ниет бар. Сол арман мақсат жолында еңбек етеміз. Сіздің жарыс алдында қобалжуларыңыз бола ма?
қандай дайындықпен татамиға шығасыз? Біраз аңыз адамдардан да естіп жатамыз, қандай жарыс болмасын, 15 жыл 20 жыл сол спортта жүрсек те жарысқа барған кезде барлық адамда қобалжу болады. Қобалжу деген ол жаңағы өзіңнің настрой дейді ғой, іштен. Ол мен жарысты жеңсем, маған жеңілмеу керек, мен жеңуім керек деген сияқты сондай қобалжуда тұрасың да. Мынаны қайта ұтып кетсем деген сияқты. Енді өзің жарыстың алдында өзің жаңағы режим дейді ғой. Жаттығуың жақсы болса, режимің дұрыс болса, бапкердің айтқанынан шығып жаттығу жасап барсаң, ондай кезде қобалжумен бірге өзіңнің ішіңе бір сенімділік пайда болады да. Мен осы жарысты ұтуға әбден лайықпын, себебі мен осы жарысты ұтуға лайықты түрде еңбек еттім, мен дайынмын, мен жеңемін деп шығасың да. Сол кезде татамиға шыққан кезде әжібе деген кезде бәрін ұмытасың ғой, болды. Сен уже дайынсың ғой, болды. Жарысты ұтуға келіп тұрсың. Сол себепті ол жерде өзіңнің өнеріңді көрсету керек та. Не істедің сен, мысалға, жаттығу істедің, 3 мезгіл тренировка істедің, қадырмадың, жаңағы салмақ қудың деген сияқты. Соның бәрін жинап, соның бәрін айналып келген кезде татамиға шығасың да, өзіңді өнеріңді көрсетесің ғой. Жеңіске деген жігерлік мықты болу керек та. Сол кезде жеңіп шығасың міндетті түрде бұйырса. Менің де егізім бар еді. Егізсіңдер ме сендер? Егіздер құдай қаласа бөлек болады, егіздер деген. Құдай қаласа саған. Егізім аты Нұралы Бейбарыс. Егіз бір салмақтасыңдар ма, или бөлек па? Пока бір салмақтасыңдар ма? Бір салмақтасыңдар. Бізде осы жаңағы университеттің қабырғасын бітіргенше біз бір салмақта күрескенбіз егіз. Сосын өсе келе бауырым, біз егіз екеніміз білесің ғой, сосын мен 60-та қалайын, сен 66-ға ауыс деп шешім қабылдаған болатынбыз. Мен бауырымызда жүзу күресінен, қазақ күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері, сондай әлем біріншілігінде қола медальге ие болған, қазақ күресінен чемпион, әлем чемпионы, сондай жетістіктері бар. Жалпы егіздер жалпы спортта көп қой. Геннадий Головкин егіздер, өзімнің достарыма Жаһанша Бағлан, боксер жігіттері бар, өзіміздің інілеріміз, Айбек Нұрбек деген жақсы біраз тағы егіз спортшылар білемін. Егіздер жалпы бөлек жаратылыс қой. Сенің себебі не? Егіздер неге жетістікке жетеді? Залда дайындаласың, сол залдан үйге келгеннен кейін қайта үйде екеуін қайтып күресіп дайындаласың. Мектеп оқушылар каникулға кеткен кезде бәрі спорт оқытады, мектеп оқып жүрген кезде. Ол кезде каникулда өзің бірге уақыт болса үйіңде күресіп, әйтеуір күресіп жүресің, білесіңдер, өздерің күресіп жүресіңдер ғой. Момент болса күресіп, әйтеуір бір тер шығару. Сол егіз болған себепте сондай көп жағдайда жалпы формада жүресің ғой. Атыраубатқа біреуді іздеп кетпейсің. Кет, күресе қалайық мысалы. Например, ойыма келіп тұр, осыны істеп көрейік, күресіп көрейік деп ше, жаңағы. Біз өзіміз андай болдық кішкентай кезде. Кішкентаймыз ғой, 5-6 класста оқимыз. Бірінші районный деп жарыс болды, облыстық, аудандық жарыстың финалында кім ұтады? Аудан, одан кейін республика, одан кейін облыс, республика, одан кейін әлем, одан кейін олимпиада сөйтіп. Соны аяқтап біткенше күресетінбіз. Ая жағында сен жеңдің, мен жеңдім, ая жағы келіспей төбелес, сондай болып кететін ғой. Сөйтіп дайындалып, Аллаға шүкір осындай нәтижеге жетіп отырық. Саған да алдыға жатқан жарыстарда бауырың екеуіңе егіз екенсіңдер, биіктен көрініп, қазақ елінің мақтанышы болып, әлем және олимпиада чемпиондары болуға тілектеспін. Мақсатың не сен? Мақсатың спортқа қатысып жатсың, қанша жыл өміріңді арнадың. Сондықтан спорттың нүктесін қойып кету керек та. Қаншама спортшылар бар, мықты спортшыларды көрдік, бірақ сол білмеймін енді, арманы бар, мақсат бар, бірақ жарыс жолдан сыныпқа батады да. Жаңағы ол үшін қайсарлық керек, төзімдік керек, армандап сол мақсат жолында еңбек етсең, сен шаршамайсың, мақсатыңа жеткенше. Жарыс кезінде қалай солақай приемдар жасауға болады соперникті? Жалпы қарсыластар солақай болса, қай қолмен бастайын, олаңқай болса, қай қолмен бастайын деген сұрақ қой сенде жалпы. Жалпы сен мен мысалы олаңқаймын да. Олаңқай спортшымен шыққан кезде, енді сен мысалы сен олаңқай болсаң, мен де олаңқайым. Бұл жерде не істеу керек бірінші? Атака істеу үшін ол адамның ең бірінші бізге оң қолын ұстау керек түсіндің да, оң қолын. Оң қолын ұстағаннан кейін сен олаңқайсың, оң жаққа прием істей алмайсың. Сол кезде мен оң қолын ұстап аламын, ары өзім жүргіземін да, қандай прием істесем де болады деген сияқты.
Сол үшін бастаған кезде қалай бастау керек? Сен маған оң жақтан ата келсеші. Аты көрдің бе былай мысалы. Оны тақпақ қойсаң болды. Мысалы мен оңланғанмын, сен де оңланғансың. Сен баста дейді мысалы. Баста дегенде мен сразу оң қолын ұстауға тырысамын, көрдің бе? Былай мына блокты қойып қара. Көрдің бе? Осыға қарай жүремін. Артқа жүрмеймін мен. Ше көрдің бе? Баста дейді қара. Оны ғой. Бір істеймін. Содан алғаннан кейін мына қолды жіберемін да мен. Мына қолды жіберіп, содан былай қарай жіберемін, көрдің бе? Сосын бұрылып келем дегенше мен уже былай да алып кетемін, болмаса былай да ұстауғамын да, көрдің бе? Бұдан қашып шығып жатса, ары қарай уже қолды ауыстырып, өзімнің корона әдістерін өте бастаймын да. Жалпы күрес дегенде біріншіден кезде захват қой, кім захваттан мықты болады. Қанша жерден ол адам бросковый болса да, оң солға қарамай лақтыратын болса да, ол спортшының бір оң қолын ұстап алса, мысалы олаңқай болса, болды, тоқтайды ол қанша жерден. Себебі адамда екі ақ қол. Бір қолын ұстасаң, қанша мықты болса да, ол адам тоқтайды да. Сондай да шықтың ба мысалы, сен олаңқай баста дейді. Баста деген мысалы, ол енді атака істейді, сен келген кезде тоқтатасың. Мен бір жүрге жүресің ба? Сосын скани істейсің уже. Манадан. Уже сен уже алдыда тұрасың да. Бір сәт алдыда тұрасың. Анау ұстаймын дегенше, ұстай бер қолыңды. Ұстаймын дегенше ала бер. Жүргізіп жібересің, көрдің бе? Жүргізіп жібересің, уже мынаны көтере бастайды. Осы моментте жаңағы жүргізіп кеткен кезде спин кіріп үлгересің, мысалы, көп қой. Осы үстіне өтіп үлгересің деген сияқты. Ал енді сен солақайсың, иә, мысалға. Солақай болсаң, мысалы мен олаңқаймын, сен мен күресті қайтып бастаймын. Ал, мысалы, баста деді, баста күресті. Міне мысалы, бастал. Көрдің бе, сен сол қолын ұстап жатырмын, көрдің бе? Болмаса, бұдан үлгермей қалсың, мысалы. Осы мысалы, сен сол қолын тоқтатып, көрдің бе? Сол кезде мысалы сен солақайсың, мен олаңқаймын. Мен аламын да қолын үземін да. Былай көтеріліп келатқанда мен өзімнің корона әдістеріме жақындай беремін, көрдің бе? Сол үшін күресті бастаған кезде қандай спортшы қарайсың, олаңқай ма, солаңқай ма? Сол себептен солақай болса сол қолын ұстайсың, олаңқай болса оң қолын ұстайсың, түсіндің бе?